Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгін біз Google'дың оқытуда пайдаланатын құралдары тақырыбындағы сабақтарымызды жалғастырамыз. Бүгін үшінші сабағымыз Google құжаттарға арналатын болады. Ол үшін ең алдымен өзіміздің Google аккаунтымызға кіреміз. Одан кейін осы Google құжаттарды ашудың екі түрлі жолы бар. Осын біз төрт бұрышты басамыз да, бірінші жолы бірден документтердің өзін басамыз. Документтер ашылады. Бұнда сіздерге түрлі шаблондар беріледі. Шаблондар бойынша жасауға болады, немесе жаңа документ ашу мүмкіндігі беріледі. Екінші жолы Google дискіні таңдаймыз. Құру дегенді басамыз да, Google документтерге барамыз. Екі жолда да осы Google құжаттары ашылады. Google құжаттарын көрген бетте бұл бізге Microsoft Office бағдарламасының Word бағдарламасына өте ұқсас екендігін өзінің интерфейс арқылы көріп отырсыздар. Соған қарап, мен бұдан не көрмедім деп жаба салуға асықпаңыздар. Бізде біршама осы құжаттарды пайдаланудың ерекшеліктері туралы айтатын боламыз. Ең алдымен бұл құжатты қалай пайдалануға болады сабақта? Бұл құжатты сабақта интербелсенді тақта орнына пайдалануға болады. Өткен сабағымызда біз Google'дың тақтасымен қалай жұмыс істеу керек екендігін айтқан болатынбыз. Бүгінгі бұл құжаттың сол тақтадан бірнеше артықшылықтары бар. Оларды атап өтетін болсақ, ең алдымен бетінің үлкендігі. Өткендегі тақтаны өздеріңіз көрдіңіздер, беті өте шағын, жылдан бітіп қалады да, жаңа бет ашып отыру керек болады. Мұнда бет бітіп қалса, келесі бетке автоматты түрде көшіп отырады құралдарымыз. Және де біз екінші бетке көшу үшін онда белгілі бір әрекеттер жасауымыз керек болатын болса, мұнда біз қан арқылы төмен қарай жылжыту немесе пауза тарту арқылы келесі бетке оңай көшіп отыра аламыз. Үшіншіден, интербелсенді тақталардың, ол Zoom-ның тақтасы болсын, Google-дың тақтасы болсын, белгілі бір шектеулері бар. Zoom-ның тақтасы 10 бет, мысалы, Google-дың тақтасы 20 бетке дейін жасауға рұқсат беретін болса, біздің бұл документіміз шектеусіз түрде қанша бет жасау керек болатын болса, сонша бетке дейін жасалына береді. Енді осы негізгі құралдармен танысып өтейік. Біз бұнда Word-та қолданылатын мүмкіншіліктердің ешқайсысына да тоқталмаймыз. Себебі ол мүмкіншіліктерді өздеріңіз білесіздер деп ойлаймын. Біз басқадай жолмен көшеміз. Ең алдымен біз рұқсат беру мүмкіндігін қарастырамыз. Онда алдымен тақырыбымызды жазамыз. Мысалы, жаңа заман философиясы сақтаймыз тақырыбымызды. Бұдан кейін бізге әрбір оқушының немесе өзіңізбен бірге кіріктірілген сабақ өткізетін мұғалімдердің Gmail поштасын жазуға болады, немесе бірден сілтемені көшіріп алып, одан кейін оларға мүмкіндіктің үш түрі беріледі. Бұл оқушы, комментатор және редактор деген. Біз редакторды таңдаймыз, себебі ол адамдар біздің жазбаларымызға өзгерістер енгізе алу мүмкіншілігіне ие болу керек. Бұдан кейін осы көшіріп алған сілтемемізді әлеуметтік желілер арқылы немесе WhatsApp-тағы өзіңіздің сыныбыңыздың группасына жіберу арқылы оқушыларды бірден осы сілтемені қою арқылы сіздің сабағыңызға кіріп, сізбен бірге бірлесе осы тақтамен жұмыс жасау мүмкіндігін беріледі. Бұл туралы біз алда көрсететін боламыз, қалай жүзеге асырылатынын. Енді негізгі құралдарына көшейік. Ең алдымен инструменты дегенге кіретін болсақ, бұнда голосовой ввод деген мүмкіндік бар. Егер де осы мүмкіндікті басатын болсақ, бізде өзіміздің дыбысымызды тану арқылы жазу мүмкіндігі пайда болады. Өкінішке орай, мен бұны тестілеп көрген кезде қазақша айтылған сөздер дұрыс жазылмайды екен. Орысша сөздер өте жақсы жазылады. Дегенмен мен осы құралды сіздерге көрсету қажет деп таптым. Егер де сіздер екі тілде сабақ беретін болсаңыздар, орыс тілінде осы мүмкіндікті пайдалана аласыз. Мысалы, біз басып жазып көрейік. Жаңа заман философиясы. Қайтадан көрейік. Жаңа заман философиясы.
өзіңіз көріп отырғаныңыздай мүлдем басқа сөздер жазылып кетті. Енді орысша жазып көрейік. Философия нового времени. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай мені түгеліндей дұрыс жазады. Орысша өте жақсы пайдалануға болатын құрал. Келесі құралымыз ол ставкаға кіріп рисунок жаңа дегенді таңдаймыз. Мұнда сурет салудың құралдары шығады. Мұнда біз қызықтыратыны бұл фигуралар. Фигуралар өте көп, өздеріңіз көріп отырғандай. Осы фигураларды пайдалану арқылы біз сурет сала аламыз. Мысалы, мұнда мұны салғаннан кейін оны өзгертуге болады. Шектерін өзгертуге болады. Мысалы, шектерін қызыл қылайық. Одан кейін оны қалыңдатуға болады. Және қандай пункттермен немесе тас белгімен қоюға болады. Тақырыбымызды жазайық. Міне біз алғашқы суретті орнаттық. Енді басқа суреттер орнатып көрейік. Мысалы үшін мынандай суретті алайық. Оның өзгертейік. Оған мысалы қандай бір жасыл түсті алайық. Және бұған сұрақ қояйық. Міне сұрағымызды қойдық. Тағы да бір сурет алып көрейік. Оны өзгертейік. Сұрақ. Берілістің мынадалар туралы не білесің деген сұрақ қояйық. Бұдан кейін бізде мәтін жазуға болады. Ол үшін мәтінді басамыз да, аламыз да, жазамыз мәтінді. Мысалы, әртүрлі кез келген мәтінді осы жерге жазып қоюға болады. Енді сақтаймыз да шығамыз. Міне біздің тақырыбымыз, сұрақтарымыз түсті. Келесі құрал ол картина деп аталынады. Бұнда бізге бірнеше мүмкіндіктер береді. Картинаны компьютерден жүктеу, интернеттен табу, Google дискіден, өзіңіздің Google дискіңізде сақталған картина болатын болса, соны алу, Google фотодан алу, сілтемені пайдалану арқылы алу, суретін жасау. Бұнда, мысалы, компьютерден жүктеуді алатын болсақ, сіздің компьютеріңіздің кез келген жерінен алып жүктеуге болады. Интернеттен табу дегенді басатын болсаңыз, сізге мынандай мүмкіндік шығады. Осы интернеттен табу мүмкіндігін. Біз осы мүмкіндікті пайдаланып көрейік. Декарттың философиясы деп жазайық. Бізден ештеңе шықпады. Енді біз осыны алып картинадан қарайтын болсақ,
Бізге карта түсті екен. Abi, mine Descartes'in filosofiyası деген шықты. Біз осы сілтемесін алып қойып көрелік. Осын біз сілтемені қоямыз. Табылмады дейді. Демек, басқа бір адамды алып көрейік. Лейбниц. Міне Лейбниц. Бізге Лейбництің фотосын қойдық. Енді астына сұрақ қояйық бірден. Deyimiz жаңа заман философы. Бізді оқып қойды. Картина арқылы сұрақты қойдық. Енді келесі құралымыз ол сілтеме. Olsun biz сілтемені басамыз. Бізде бізге сілтеме шығады. Olsun алдымен тақырыбын жазамыз. Ал Гоббстың тегін менгі сілтеме арқылы етіп оқып танысыңыздар деп жазамыз. Енді Гоббстың Левиафан кітабы дегенді жазамыз. Осы кітаптың сілтемесін алуымыз керек. Сілтемесін аламыз. Және жаңағы сілтемені қойымызда қолдану дегенді пайда басамыз. Міне бізде сілтемеміз ашық түсті. Егер де біз бұны басатын болсақ, міне шықты. Міне негізгі сұрақтарды қойдық. Енді біз келесі мүмкіндікке көшеміз. Ол бірлесе қызмет атқару. Олсын жаңа бет ашамыз. Инкогнито режимінде осы бетке кіреміз. Жаңа өздеріңіз білесіздер, біз сілтемені көшіріп алған болатынбыз. Мына жерден біз сілтемені көшіріп алған болатынбыз. Енді осы сілтемемен жаңағы режимде кіреміз. Кіретін болсақ, міне жаңағы бетіміз ашылды. Кіру батырмасын басып, өзге поштадан кіріп көрелік. Міне біз өзге поштадан кірдік. Енді мына сұраққа жауап беріп көрелік. Қанша деген не деген сұраққа мысалы жауап беріп көрелік. Olsun мен алдын ала дайындап қойғанмын, міне. Осыны алып, жаңағы оқушымыз сұраққа жауап берді делік. Бұл енді оқытушының бетінен бірден көрінеді. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, міне оқытушының бетінен қарайтын болсақ, оқытушының бетінде жаңағы оқушының жауабы шықты. Енді тағы бір мүмкіндік, бұл комментарий деп аталынады. Ол үшін жаңағы мына белгіні басамыз, комментарийдің белгісін. Содан кейін комментарий қосу дегенді басамыз. Сонда міне белгі шығады. Содан кейін біз осы белгіге сұрағымызды қоямыз. Жаңағы
Жонлоктың белгілі еңбегін ата деген біз комментарийді қостық. Міне енді оқушының бетіне көшетін болсақ, оқушы бетінде міне біздің комментарийіміз шығып тұр. Енді біз оған жауап беруімізге болады. Осылай жауап берді делік оқушы. Енді жаңағы біздің бетімізде оқушының жауабы шығып тұр. Осылайша әртүрлі қысқа комментарийлер арқылы, сұрақ жауап беру арқылы біз оқушымен осылайда жұмыс жасай аламыз. Бұл осы Google құжаттың негізгі мүмкіншіліктерінің бірі болып табылады. Міне осы комментарийлерді оқып болғаннан кейін біз оны егер де мәселе шешілген болатын болса, шешілді дегенді бассақ, бұл комментарийіміз осы беттен жоғалып кетеді. Бірақ ол жалпы комментарийлердің ішінде сақталынып тұрады. Міне беттен алып тастағанымызбен де оны сақталып тұр. Міне негізгі Google құжаттың бұндай мүмкіншіліктері туралы мен айтып өтуді жөн көрдім. Өздеріңіздің шығармашылық ізденістеріңізбен әдістемелік шеберліктеріңізге байланысты басқа да осындай тапсырмаларды беру арқылы оқушылармен жұмыс жасауға болады. Алдағы уақытта біз осы Google-дың әрбір құралдарын, оқытуда пайдаланатын құралдарын жеке қарастырып болғаннан кейін, олардың барлығын бір жерден кешенді түрде пайдалану мүмкіншілігін Google Classroom-мен танысу кезінде қарастыратын боламыз. Сондай-ақ Google-дың тағы бір қызметі YouTube арқылы тікелей эфирде сабақ өткізуді қалай жүзеге асыру керек екендігін көрсететін боламыз. Сондықтан да осы менің каналыма жазылып, қоңырауды басып барлығы дегенді таңдасаңыздар, сіздерге осы мүмкіншіліктер туралы хабарлар уақытында келіп тұратын болады. Осы бейнебаян туралы, осы сабақ туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді лайк немесе дизлайк арқылы білдірулеріңізді сұраймын. Және де егер де осы ерекше пікір қалдырғыңыз келетін болса, бейнебаянның астындағы комментарийға жазып қалдыруларыңызға болады. Алдағы уақытта кездескенше сау саламатта болыңыздар.